Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, менің есімім Ибрагим Алинур. Мен Сәтбаев университетінің киберқауіпсіздік ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасының 3-ші курс студентімін. Осы видеода біз TryHackMe платформасындағы аттактик директоры бойынша табылған ақпараттарды пайдаланып, жүйеге қол жеткіземіз және оған сәйкес шабуылдарды орындайтын боламыз. Жалпы жұмыс барысы келесі негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең ортақ ресурстарды зерттеу, яғни SMB қызметі арқылы біз пайдаланушының есептік жазба деректеріне ие болғаннан кейін домен контроллері ұсыну мүмкін барлық ортақ ресурстарды анықтаймыз. Екінші кезең құқықты арттыру, яғни бэкап аккаунттың ерекше құқықтары бар екенін пайдаланып, скрипт арқылы пароль хэштерін аламыз және жоғары деңгейлі аккаунттарға қол жеткіземіз. Үшінші кезең флагтарды жинау, яғни жүйеге толық қол жеткізгеннен кейін әр пайдаланушының десктоп бөлімінен флагтарды іздейміз. Сәйкес параша өткеннен кейін бізге алдымен OpenVPN бағдарламасын қосып алу керек болады. Оны қосып алу үшін біз терминалға кіріп, бұл жерде келесі команданы орындаймыз, яғни sudo, ол бізде келесі қадамды администратордың атынан орындау, OpenVPN бағдарламасы және config деген жерге біз жүктелген configuration файлды қоямыз. Бұл жерге біз Kali Linux-қа кіретін парольді тереміз. Және егер бәрін дұрыс жасайтын болса, бізде бұл жерде initialization seconds completed, яғни байланыс жасалған деген сөз шығады. Енді бұл жерде біз start machine деген батырманы басуымыз керек, яғни кейін бұл жерде IP адрес беріледі, біз сол IP адреспен жұмыс жасауымыз керек. IP адрес берілгеннен кейін біз бірінші кезеңге көшеміз, яғни ортақ ресурстарды анықтау. Енді бұл жерде бірінші сұраққа келсек, қашықтағы SMB ортақ ресурстарды картаға түсіру үшін қандай құралды қолдануға болады? Қашықтағы SMB ортақ ресурстарды табу үшін ең қолайлы құрал ол бізде SMB клиент. Бұл Linux-тағы командалық жол бағдарламасы. Ол Windows немесе басқа SMB серверлерінде орналасқан папкалар мен файлдарға қосылуға мүмкіндік береді. Яғни SMB клиент арқылы біз сервердегі барлық ортақ ресурстарды көре аламыз, оны қоса аламыз, файлдарды оқи аламыз және жүктей аламыз. Яғни бірінші сұрақтың жауабы ол бізде SMB клиент болып табылады. Екінші сұрақ, қай параметр барлық ортақ ресурстарды көрсету үшін қолданылады? Егер біз терминалға өтіп, сәйкесінше осы SMB клиент құралын жазса, көмек деп. Ол көмек басқаша жазылады. Бұл жерде яғни барлық ресурстарды көру үшін SMB клиентте біз L деген опцияны қолданатын боламыз. Яғни осы сұрақтың жауабы ол бізде L болып табылады. Үшінші сұрақ, сервер қанша қашықтағы ортақ ресурстарды көрсетеді? Яғни бізге SMB клиент арқылы ортақ ресурстарды анықтауымыз керек. Ол үшін біз терминалға келесін жазамыз. SMB клиент және осы жерге біз L, яғни лист арқылы біз ортақ ресурстардың санын көреміз. Бұл жерге біз IP адресті тереміз. Және юзерге біз SVC админді қоямыз. Егер алдыңғы сабақты еске түсіретін болсақ, бұл жерде SVC админнің паролі ол бізде management 2005 болған. Оны қайта тексеру үшін біз алдымен packet деген папкаға өтеміз және бұл жерде келесі команданы орындаймыз. Яғни John show paste. Көріп тұрғандай бізде пароль ол management 2005. Енді бұл жерге қарап тұрсақ, бізде ортақ ресурстардың саны 6 екенін көреміз.
Яғни осы сұрақтың жауабы ол бізде 6. Келесі сұрақ: бізге кіре алатын және ішінде мәтіндік файл бар нақты қай ортақ ресурста орналасады? Бұл әдетте бэкапта, себебі жүйелік ортақ ресурстар жабы, ал бізде IP-C-да қызметтік байланыс үшін қолданылады. Сондықтан файл орналасқан ортақ ресурстар көбіне бэкап деп аталады. Бізде осы бэкап ортақ ресурстың ішінде белгілі бір файл болу керек. Оған қосылу үшін біз келесідей команданы орындаймыз. Яғни сәйкесінше smb клиент, бұл жерге IP адресті енгіземіз. Және backup деп жазамыз. Өйткені біз backup деген папкаға қол жеткізуіміз керек. Юзерге біз жазамыз svc құпия сөзі бағанағыдай management 2005. Және бұл жерде біз ls деп жазайық. Қарап тұрғандай, бізде backup credentials.txt деген файл бар. Оны жүктеп алайық. Жүктеп алу үшін біз get командасын қолданамыз. Осылай деп жазсақ, енді осыдан шығып, осы файлдың өзін ашып алайық. Backup credentials.txt. Көріп тұрғандай, бізде осындай код бар екенін байқаймыз осы файлдың ішінде. Яғни бізде backup credentials.txt файлдың ішінде осы мәтін жазылған. Және келесі сұрақ: файлдың мәтінін декод жасағанда толық мазмұны қандай болады? Бұл бізде base64 құралы арқылы шифрланған. Оны шифрлау үшін біз сәйкесінше base64 және D ол бізде decrypt, яғни дешифрлау, және біздің файлын қоямыз. Оны жасағанда бізде келесідей ақпарат шығады, яғни backup аккаунты және оған табылған құпия сөз. Яғни біз оны дешифрлағанда біз осындай ақпаратты тауып алдық. Енді келесі кезеңге көшейік. Бұл жерде бірінші сұрақ: осы файл бойынша дамп жасауға қандай әдіс мүмкіндік береді? Егер бұл жерде осы ақпаратқа сүйенсе, біз secretsdumps.py деген скрипті қолдануымыз керек. Ол бізде әдетте packet және оның ішінде examples'ның ішінде болу керек. Яғни біз жазамыз cd examples. Және осының ішінде бізде бағанағы secretsdumps.py деген скрипт орналасады. Енді оны іске асыру үшін біз келесідей команданы орындаймыз. Және осы жерге біз сәйкесінше біздің IP адресімізді, нысананың IP адресін теруіміз керек. Егер осыны орындасақ, ол бізде қате деп тұр, өйткені бізде Python бар файлдарды біз Python 3 арқылы орындаймыз. Яғни келесідей команданы орындаймыз. Және бұл жерге біз backup деген логен және оған сәйкес парольді енгіземіз. Бұл жерге біз біздің IP адресіміз, нысананың IP адресін теретін боламыз. Егер бұны іске асыратын болсақ, бұл жерде осы файлының дамп жасауға осы әдіс қолданылады. Яғни біз осыны қоямыз.
Енді келесі сұрақ, администрация қолданушының NTLM хэші қандай? Егер біз осы жерге қайта келсек, администраторда ол келесідей хэш екенін байқаймыз. Яғни, ол сұрақтың жауабы осы болып табылады. Үшінші сұрақ, парольді білмей, пайдаланушы ретінде идентификация жасауға қандай шабуыл әдісі мүмкіндік береді? Ол бізде pass the hash. Өйткені бұл шабуылда біз парольдің өзін емес, оның тек NTLM, яғни осыны қолданатын боламыз. Егер бізде хэш бар болса, оны пайдаланып жүйеге кіре аламыз. Себебі Windows кей жағдайларда хэшті пароль орнына қабылдайды, сондықтан парольдің білудің қажеті жоқ. Тек хэш де жеткілікті бола алады. Енді келесі сұрақ, e-will-win-rm құралында хэш қолдануға қандай параметр мүмкіндік береді? Оны тексеріп көрейік. Яғни біз терминалға өтіп, келесідей команданы орындаймыз. H жазу арқылы біз осы құралдың опцияларын зерттейміз. Қарап тұрсақ, бізде хэш арқылы қосылу үшін біз h деген параметрді қолданамыз. Яғни осы сұрақтың жауабы бізде h. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде біз келесі пайдаланушылардың десктоп ішіндегі файлдарды оқып, флагтарды жинап алуымыз керек. Ол үшін біз сәйкесінше e-will-win-rm деген құралды пайдаланатын боламыз. Яғни біз терминалға өтіп, келесідей команданы орындаймыз. IP адрес деген жерге біз бағанағы біздің нысананы IP адресін қоюымыз керек. Бұл жерде яғни users, біз администраторды қоямыз, және оған сәйкес бұл жерде бағанағы табылған хэшімізді осы жерге қою арқылы біз жүйеге қол жеткізе аламыз. Мінекей қарағандай біз жүйеге қол жеткізді. Енді тапсырмаға сүйенсек, ол бізде десктоптың ішінде сақталады, яғни керек файл. Ол үшін біз жазамыз cd және осы файл жолын және қасына тағы десктоп деп жазып аламыз. Оның ішіндегі қандай файлдар бар екенін тексеру үшін біз ls force деп жазамыз. Force ол бізде яғни жасырын файлдарды да көрсетуге мүмкіндік береді. Қарап тұрсақ, бізде roots.txt деген файл бар. Оны ашу үшін біз type деген команданы қолданамыз. Егер оны ашып алсақ, мінекей бізде бірінші код табылады. Біз бұны сәйкесінше администратордың жауабына қоямыз. Чек. Дұрыс. Енді backup деген қолданышқа кірейік. Оған кіру үшін біз бұл жерде жай ғана cd users және администратор орнына backup деп жазамыз. Өйткені біз толығымен жүйеге қол жеткіздік, яғни root праваға дейін. Біз яғни жазамыз жай ғана cd users деген жерге біз бағанағы backup деп жазамыз. Және қасына сәйкесінше десктопқа кіреміз. Жерде cd desktop және оның ішіндегі файлдарды көру үшін біз ls force деп жазамыз. Бұл жерде бізде осындай мәтіндік файл берген. Оны ашып көрейік. Мінекей бізде екінші табылған код. Оны сәйкесінше осы жерге қоямыз. Және үшінші svc админнің флагын тауып алуымыз керек.
Ол үшін біз бағанағыдай жазамыз cd c users және бұл жерге svc admin деп. Оған сәйкес десктопқа тағы кіреміз. Бұл жерде қандай файл бар екенін қарап шығайық. Бізде осындай мәтіндік файл берген, оны ашса, бізде svc админнің флагы табылады. Мінекей біз барлық сұраққа дұрыс жауап бердік. Яғни біз attack директория бойынша белгілі ақпараттарды қолданып, жүйеге қол жеткізіп, және бұл жерде керекті флагтарды тауып алды. Осымен болды. Қарағандарыңызға рахмет. Қазақ тілін қолдап, лайк басып, видеоны бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.